Баршаңызға қайырлы күн. Екінші сабағымызға қош келдіңіз. Енді бұл жерде кез келген аурудың психосоматикасын талқылайтын боламыз. Яғни кез келген аурудың өзінің белгілі психосоматикалық себептері болады. Мысалға келтіретін болсақ, бел ауруын алатын болсақ, яғни кез келген адамның грыжа, протрузия деп жаңағы беліміздің төмен жақтағы омыртқаларындағы болатын аурулар, ол дегеніміз ең бірінші өзіне көп жауапкершілікті жүктеу. Ол жауапкершілік жүктеу дегеннің артында негізгі тұрғыдағы себебі ол ақшаға байланысты мәселелерді, яғни өзінің табысына байланысты, өзінің жаңа отбасының алдында жауапкершілігіне байланысты, немесе басқа да бір ақшаға байланысты мәселелердің барлығын мен өзім жасап жатырмын, мен бір белгілі бір әрекет жасамай қалсам ақшасыз қалып қалам, ақша келмей қалады, ақша бітіп қалады деген сияқты бір ойлардың салдарынан туындайтын мәселе. Немесе бұл нәрсе тек қана жаңа ақшасы жоқ, ақшасы қиналып жүрген адамдарда ғана емес, көп жағдайда наоборот жағдайы жақсы, ақшадан проблемасы жоқ адамдарда жиі кездесіп жатады. Неге? Себебі кез келген ситуацияда біз бір ақша жұмсап жатқан жағдайда өзіміздің бір байқамай немесе бір ойламағанда бір кішігірім болса да бір ой кетеді. Так, мына ақшаны жұмсадым, ақша жетпей қалады екен. Так, мына ақшаны мына жаққа жұмсап жіберсем, ертең ақша табылады ма екен деген сияқты, болмаса ақшаны басқа жаққа жеткізе аламын екен деген сияқты бір қорқыныш түрі, яғни қорқыныш, осындай бір кішкентай бір қорқыныш ойша жүгірген кезде, яғни ойымыздан пайда болған кезде, сол бір кішкентай қорқыныштың салдарынан осындай бір мәселе туындап жатады. Неге? Себебі ол нәрсе Алладан келетін нығмет екенін, Алладан келетін ризық екенін біз кейде ұмытып кетеміз. Соған байланысты ақша келу тақырыпқа байланысты бүкіл сол келетін нәрселер барлығын тек қана өзімізден байланысты деп сеніп қаламыз. Яғни сондай бір ойға жүгінген кезде ол біздің денеміздегі, біздің қате ойларымызға байланысты беріп жатқан денеміздегі сигнал. Яғни сол сәтте біз жалпы келетін ризық қай жақтан екенін есімізге түсіру өте маңызды. Сонымен қатар, мысал үшін тері ауруларын мысал келтіретін болсақ, тері ауруларына байланысты мысалы экземаны айтайық. Экземамен ауыратын адамдар ең бірінші өзіне сенімсіз болады. Яғни сенімсіздіктері өзіне байланысты артып кетеді. Өзінің қалауларына байланысты, өзінің қалауларын, өзінің мақсаттарын жеткізу барысында өзін сенімсіз сезінеді. Немесе сол мақсаттарын айтып, қалауларын айтатын болсам, айналамдағы адамдардан жаңа критикаға ұрынамын, немесе менің қалауларымды басып тастайды, немесе ұрсып тастайды, немесе жаңағыдай тағы да бір негативті тұрғыдағы пікірге тап боламын деген қорқыныштармен өмір сүреді. Яғни сол айналасындағы адамдардың орнына өзі үкім шығарып, өзі шешім шығарып, сөйтеді, олар бүйтеді деген, үнемі мені қолдамайды, үнемі менің пікірімді басып тастайды, үнемі менің қалауларыма қарамайды деген сияқты соларға орнына кіріп тұрып, солардың тарапынан шешім шығарып жатады. Яғни сол шешімдердің салдарынан соларға еще үнемі ашуланып, немесе ренжіп, немесе соларды кінәлап жүреді. Яғни тері ауруларындағы экзема диагнозына байланысты себептерінің, негізгі себептерінің бірі осындай болып табылады. Мысалы, менің кейсімда 15 жыл бойы ауырып жүрген экзема ауруымен ауырып келген кісі болды. Яғни сол терапия барысында, соның диагностика қойып жатқан жағдайында, өзінің соңғы болған ситуациясын алған кезде, сол өзін құнсыздандырып, өзінің сенімсіздігі артып кеткен бір ситуацияны алды. Сол жердегі талқылап бастаған кезде, сол өзінің қалауын жеткізе алмай, сол жерде біреудің алдында өзін жаңағы кем сезініп, өзінің жаңағы ішіндегі қабілетін мойындай алмай, өзіне сенімсіз болып, қалаған нәрсесін сол жерде айта алмай қалған бір ситуацияны тауып, соған байланысты жұмыс жасаған кезде, оның түпкі тамыры терең бала шақтағы қалыптасқан программа болып табылды. Яғни сол бала шағында өзінің бір пікірін жеткізу барысында біреуден сөгіс естіп, сол өзінің пікірін жеткізу қауіпті деген сияқты шешім шығарып қойған жайы болып табылды. Негізі кез келген аурудың өзінің осындай бір терең балашада қалыптасқан программалары болады, травмалары болады, себептері болады. Мысал үшін бүйрек ауру психосоматикасын айтатын болсақ, бүйрек ауыратын адамдар, яғни өзінің қалауларын ысырып тастап, біреудің көңілінен шығуға, біреудің үмітін ақтауға ұмтылатын адамдарда жиі кездеседі. Яғни өзі қаламаса да, біреудің жаңағы қалап тұрған нәрсесін жүзеге асырып, немесе біреудің көңілінен шығу үшін соның
қызығатын нәрселеріне мән беріп, өзі қаламаса да өзі істегісі келмеген нәрселерді біреудің көңіліне шығу мақсатында ғана жасап жүрген адамдарда жиі кездесетін болады. Ал енді ол неге олай істейді деген сұрақ туындайды ғой. Немесе сол психосоматиканы біліп алып, ол осыдан екен ғой, енді мен олай істемеймін деген нәрсе ол жұмыс жасамайды. Көп жағдайда психосоматиканы біліп алып, интернеттен оқып алып, мынандай екен ғой, онда мен мысалы ашуланған, мысалы жаңағындай біреудің көңіліне шыға беретін адамдарды бүйрек ауыратын болса, мен енді болды олай істемеймін деген нәрсе жұмыс жасамайды. Яғни ондай амалға итермелейтін жаңағындай терең бала шақтағы қалыптасқан белгілі программалар бар. Яғни сол бала шағындағы бәлкім ата анасының көңілінен шығу үшін бір ситуация барысында өзінің бір қатты сондай бір травма алған кесірі болады. Сол үнемі сол ата анасының алдында көңілінен шығамын деген ықыласпен, ниетпен сол программа қалыптасады. Бірақ ол уақыт өтеді, адам өсіп кетеді, ол оқиға бәлкім ұмытылып кетеді, бірақ миымызда қалыптасқан программа сол амал әрекетке үнемі бізді итермелей береді. Қоғамда, жақындарымыздың арасында, туған туысқандарымыздың арасында, немесе достарымыздың арасында, әріптестердің арасында сондай амал әрекеттер үнемі өзіміздің бойымызда байқайтын боламыз. Мысалы үшін бауырдың психосоматикасы ашу болатын болса, яғни ашу бір қараған кезде адамның келбетіне қараған болсаңыз момын, көркем мінезді адам сияқты болып көрінеді, бірақ ол адамның жан дүниесіне үңілетін болсақ, ол адам үнемі ашуға берілетін адамдар. Яғни ашуға беріледі деген ашуын сыртқа көрсетпейді, түрінен қарасаң көркем мінезді болып көрінеді, бірақ үнемі адамдардың айналасында болған ситуацияларға байланысты, немесе адамдардың өздеріне қатты ашуға беріліп жатады, немесе өзіне ашуға беріліп, өзінің белгілі бір істей алмаған нәрселеріне байланысты ашуға беріліп жатады. Бірақ сол ашу именно сыртқа шықпай қалып қойған ашудың салдарынан бауырда проблемалар туындайды. Енді ол нәрсе болды, ашуды сыртқа шығару керек, қалаған кезде жаңағындай біреуге мінез көрсету керек деген нәрсе емес ол. Бұл жерде шықпай қалған ашу деген нәрсе, орысша айтқанда подавленный гнев дейді. Ол деген гневті, ашуды көркем түрде шығаруымыз міндетті. Немесе енді ашуланбаймын деген шешім шығару да өте қиын нәрсе. Ол логикаға бағынатын нәрсе емес. Мен енді ашуланбау керек екенмін деген нәрсе емес. Қанша ашуланбаймын десеңіз де, ішіңіздегі жаңа қалыптасқан программалардың кесірінен біз сол ашуға беріліп жатамыз. Неге? Себебі біздің бала шағымызда өзімізді бір әлсіз сезініп қалған ситуациялар болуы мүмкін. Өзімізді бір басылып қалған, біреу жаңағындай бір бізді төмендетіп, немесе бізді бір жаңағындай қалай айтсам екен, бір кемітіп, жаңағы бір приколға айландырған бір ситуациялар болуы мүмкін. Соның салдарынан біз өзімізді үнемі сондай болмау үшін, өзімізді сондай ситуация қайтадан түсіп қалмау үшін біздің психикамыз үнемі сондай әрекетке итереді. Яғни защитный реакция, ашу деген негізі сол өзіміздің әлсіздігімізді көрсетпеу үшін қолданатын защитный механизм. Енді сол ашуланбаймын деп просто бұл шешім шығару мүмкін емес. Сол ашуға итеретін түпкі программаны жойып, яғни біздің подсознаниемызда белгілі бір тәсіл арқылы трансформация орнату өте маңызды. Бала, кішкентай балалардың ауруын айтатын болсақ, балиғат жасқа толмаған бала және де соның диагноздары, аурулары шамамен 90% ата-анасының психоэмоциональный состояниесіне байланысты болады. Яғни кішкентай бала, балиғат жасына толмаған бала міндетті түрде сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да, сенсеңіз де, сенбесеңіз де 70% анасының, 30% әкесінің эмоциональный состояниесіне байлаулы болады. Яғни ментально-эмоциональный байланыс болады. Анасы өзінің жай сезінген жағдайда, немесе өзіне байланысты бір қандай да бір эмоцияларға салына беретін болса, эмоцияларға беріле беретін болса, міндетті түрде бала өзіне сол нәрсені көшіретін болады. Яғни бессознательно, бұл нәрсе бала өзінің ақылымен, санасымен, ойымен істейтін нәрсе емес, бала рухани анасына байлаулы болады десек те болады. Сондықтан анасы қандай күйді кешетін болса, мысалы қандай ситуацияларға байланысты өзі қандай күйде болатын болса, постоянно стресс, депрессияға ұрына беретін болса, соған байланысты бала өзін анасының подсознаниясындағы шешімдерді өзіне қабылдайды. Яғни үнемі белгілі бір ситуациялардың кесірінен анасы өзін керек емес сезіне беретін болса, мысалы күйеуімен өзінің арасындағы қарым-қатынастың салдарынан өзін керек емес сезінетін болса, бала автоматически өзін керек емес сезініп бастайды. Яғни сол керек емеспін деген қате программаның кесірінен неше түрлі диагноздар
табылып жатады. Сондықтан балаларыңызда қандай да бір мәселе болып жатса, жазылмайтын аурулар орын алып жатса, немесе аурулар қайталанып жататын болса, дәрі дәрмекпен ем қонбай жатқан болса, міндетті түрде ең бірінші анасы болсаңыз өзіңізбен жұмыс жасауды қолға алыңыз. Яғни өзіңіздің ішкі халіңізді жөндеу арқылы, подсознанияңызда белгілі бір трансформация арқылы, нейрондық байланыстарды өзгерту арқылы, өзіңіздің белгілі бір программаларыңызды жөндеу арқылы, травмаларыңызды шешу арқылы, өзіңіздің жан дүниеге белгілі бір гармония орнату арқылы балаңыздағы денсаулығыңызда болып жатқан мәселесін шешуге болады, немесе балаңыздың денсаулығындағы болашақ аурулардың алдын алуға болады. Жалпы енді бір сабақта бүкіл аурулардың психосоматикаларын айтуға мүмкіндік жоқ. Сол себептен кеңінен таралған психосоматика аурулардың тізбегін сізге арнап дайындап қойдым. Сол жақтан өзіңізге керектісін қарап тауып алсаңыз болады. Енді сол диагноздарыңыздың, яғни ауруларыңыздан қалай құтыламыз десеңіз, келесі сабақта соны толығымен ашатын боламын, сол жерде түсіндіретін боламын.